Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін бізде 114 сабақ етістікті қайталау. 42 жаттығу мәтінді қатесін түзеп, көшіріп жаз. Адамдар ғарышқа ұшуды армандайтын. Бұл арман орындалды. Алғаш рет ғарышқа Юрий Гагарин ұшты. Дара етістіктердің астын сыз. Дара етістіктер орындалды, ұшты. Қырық үшінші жаттығу берілген тірек сөздерді пайдаланып тұңғыш қазақ ғарышкері тақырыбында әңгіме құрастырып жаз. Тірек сөздер: 91 жылы 2 қазан тұңғыш рет Байқоңыр ғарышкер Тоқтар Әубәкіров ғарыш айлағы ұшты, әйгілі болды. Тұңғыш қазақ ғарышкері 1991 жылы 2 қазан тұңғыш рет Байқоңыр ғарыш айлағынан ғарышкер Тоқтар Әубәкіров ғарышқа ұшты. Сөйтіп ол бүкіл қазаққа әйгілі болды. Балалар, менің байқаймын, менің каналымда көбінесе балалар тіркелмей қарап шығып кетеді екен. Келесі видеоларды және де басқа бір видеоларды жоғалтып алмау үшін дәл осы каналға тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Бізде келесі тапсырма 44-ші жаттығу: көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып, мақалдарды көшіріп жаз. Жалқаулық аздырады, еңбек оздырады, ақыл білімге тоймайды. Қырық бесінші жаттығу: кестеде берілген тұжырымдардың дұрыс немесе бұрыс екенін дәлелде. Тұжырымдар: етістік заттың атын білдіретін сөз табы. Я, жоқ. Жоқ. Етістік заттың қимылын білдіретін сөз табы. Сұрақтары: не істеді, қайтты, не қылды.
Иә, дәл осы сұрақтарға жетістік жауап береді. Үшінші, балалар аулада ойнап жүр. Дана мен Мирас дойбы ойнап отыр. Мен ойынға қосылдым. Мәтіндегі жетістіктер: ойнап жүр, ойнап отыр, қосылды. Иә, себебі олар іс-қимылды білдіріп тұр.